Бұл адам деген дейді, басым көпшілігін айтып отыр. Адам баласының басым көпшілігі сондай барып тұрған әділетсіз дейді. Менің хақымды пысқырмай кететін жағдайлар бар дейді бұның өмірінде. Уаджахула, сондай білімсіз, танымайды дейді мені. Мені танымай кеткендері бар ішінде де. Адам сол жаңағы осы екі нәрсе құртады екен де бізді. Алла тағаланың хақысын әділетсіздік, сосын білімсіздік, танымауда. Дүниеге келудегі мақсатымызды білмесек, өмір заяға кеткен өмір болып кетеді ол. Алла тағаланың хақысы орындалмаса өмірімізде барып тұрған әділетсіз адам боламыз біз. Мысалы өзіңіз қараңыз, біз кейде айтамыз, біреу айтып қалады мысалы, менің жүрегім таза, жақсы сөздер келеді ғой енді. Шынында да мен көршілерге ренжітпедім ешқандай. Көршілерге ренжітпедім, жүрегім таза, ешкімнің ала жібін аттамадым, ешкім сыртынан сөйлемедім мен. Қонақтарымды сыйладым, осындай деген нәрселер істеліп жатқан кезде де бұл адамгершілік бұл. Бұл әдемі адамгершілік. Енді қараңыз, ешбір адам қияметке дейін Абу Талибті білесіздер барлықтарыңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи немере ағатай, ешбір адам сәжде жасамаған, мысалы айтайық жаңағыдай, Алла тағалаға құлшылық жасамаған. Әйтеуір, бірақ жақсы жаңағындай менің қасиеттерім бар деп айтқанда да Абу Талибтен артық боламайды. Өйткені ол пайғамбарға қызмет жасаған немере ағатайды. Одан мүлде зиян шықпаған. Не пайғамбарға, не бір сахабаға. Бірақ Алла тағаланың хақысы берілмеді де. Сол өлім сәтінде мысалы жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасында отыр ғой. Кешегі ана айтып отырық қой. Аналар да қайта келіп, Абу Талиб егер ашхаду ла илаха иллаллах деп өліп кетсе, онда қаншама халық қайтадан жаңағы иманға қарай бұрылып кетуі мүмкін деген үшін ана Абу Жахал не дегендер қастарына келіп тұрып алады тура өлім сәтінде бүйтіп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ағатайым, бірақ сөз ла илаха иллаллах осыған куә болып айтыңызшы осы сөзді. Жетет маған қияметке дейтін сөз. Қияметке жетет мен сені алып шығуыма дейді. Саған еріп айтайын деймін дейді. Бірақ мыналар өзінің қауымының дінін тастап кетті ғой деп не айтады ертең маған? Мен ондай нәрсемен өлгім келмейді дейді. Қараңыз. Аналар атаның дінінен қайтайын деп тұрсың ба дейді қайта. Қараңыз қандай нәрселер. Сонда ең соңында сөз айтылмай дүниеден озып кетеді бітті. Сонда Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннака ла тахди ман ахбабта." Ей пайғамбар, тіпті сенің өзің пайғамбар болсаң да сүйген адамыңды жолға сала алмайсың дейді. "Валакинналлаха яхди ман яша." Бірақ Аллах қана қалағанын жолға салады дейді. Көрдіңіз бе? Міне, сондықтан жүрегі Алла тағала арқылы келеді да бұл иман адамға. Міне осындай адам, қаншама адамдар мысалы өмірден осып кетеді. Жаңа адамды айтып тұрғанымыз сол ғой. Аманатты көтеріп алдық біз. Көтеріп алғаннан кейін бітті, қияметте жауап береміз біз. Болды. Соқтан бірінші жаңа зұлым деген сипаттан адам баласы өте әділетсіз және өте білімсіз деді ғой. Осы екі нәрседен біз құтылу керекпіз. Өте әділетсіз деген сөз бұл Алланың хақысын тірілту керекпіз. Өмірімізде, отбасымызда, қай жерде жүрсек те Алланың хақысы жұмыс істеп тұру керек бізде. Көрдіңіз ғой. Намаздың уақыты келе ме? Болды. Намаз Алла тағаланың хақысы ол. Бұйырған нәрсесі. Рамазан айы кіре ме? Рамазан оразасы Алла тағаланың хақысы ол. Анаң қасында балам дей ме? Туф деме дейді. Иә, анашым, Алла тағаланың хақысы бұйырып қойған сондай. Міне, осы нәрселердің барлығы өмірімізде Алла тағаланың хақысы орындалса, жаңағы әділетсіз деген нәрседен біз арыламыз да, аманатты көтеріп бара жатырмыз деген сөз. Алла тағала көмектеседі. Екінші білімсіздік. Біз осы Алла тағаланы жақсылап тану керекпіз да бірінші орында. Одан кейін өзіңіздің сүйікті пайғамбарыңыз. Өйткені пайғамбардың жолы ол тек қана сол Аллах тағалаға
дүп түзу бойында алып баратын жол болды. Ол кісіден басқа ешкім мысалы ондай бүйтіп дүп түзу алып бара алмайды Алла тағаланың алдына. Сондай лайықты деңгейде алып бара алмайды да. Одан кейін сол пайғамбарымыз өзі айтқандай, пайғамбарлардың мұрагерлері деген нәрсе бар, мысалы ғұламалар. Сол нәрселерді баяндап, сол нәрсені түсіндіріп, сол үшін өмір сүріп жатқандар. Мысалы. Одан осы Құран. Әрбір ісіңізді осы Құран арқылы тексеріп отырыңыз. Оқыған кезде, Алла тағала мына амалды жақсы көреді екен, менің бойымда бар ма, жоқ па? Алла тағала мына амалды жек көреді екен, менің бойымда бар ма, жоқ па деп тексеріп отырыңыз. Міне, білім деген осы нәрсе арқылы келеді. Қашан сіздің әрбір істеп жатқан ісіңіз, сөзіңіз Құранға сәйкес келді, альхамдулилля. Қашан сәйкес келмей қалды, астағфирулла, астағфирулла. Сөйтіп Алла кешіреді, ертең түзелесіз. Осындай мағынада өмір болу керек. Міне сөйтіп, сөзсіз біз 7 қабат аспанды және жерді жараттық, және оның екі арасындағысын 6 күнде. Және бізді ешқандай шаршау баспады дейді Алла тағала. Осы 7 қабат аспан жермен байланысты. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.